Бүгін біз қуыршақты тігу, оған ұлттық киімді тігіп үйренеміз. Қуыршақты сәндеуге үйренеміз. Бұрыннан бері біздің қазақтың балалары қуыршақтармен ойнаған екен. Бұрынғы кезде шиден жасаған қуыршақты. Қазіргі кезде мынандай таяқшалар бар. Соны осылай бір таяқшаны осылай алып, екінші таяқшаны мен әр неге белгілеп қойған. Қай жерден бастап жаңағы қол болатыны, мынау қолға, мынау денесі. Басы тұратын жерге дейін, мойнынан басталатын жер белгілеп қойған жерлерім бар. Мына жерде көрсеңіздер. Мына жерде. Мына жерден бастап мынау байланады. Қайсы? Біреуің жаңағы былай істейді. Біреуіңіз мына нені байлайды. Денесінің қолына. Біреуіңіз жаңағы киім тігуге. Мына нені иелері тұрған қалғаған иелері. Жерге тұтқамасын сол жерде. Міне мынаны былай алып, сіздерде жаңа не болғанда пистолетпен. Оны даже клейлей салуға да болады. Көреміз біз ғой. Клейлей салайық міне. Бәрімізді ем? Қырмызыны білем ұстайтын. Қырмыз деген бала менің немерем. Бұл бала уже 3-2 жастан бастап ұстаған ондай пистолетті. Белгілеген жерден, мына белгілеген тура мойынға мынаны былай нетесің да, қолды екі жағынан бірдей болу керек. Мына жаққа шейгіз берсін. Қазір мына балаларға көрсетейін. Инелерімді байқаңдар. Белгілеген жері бар. Сол жерде мына қол тұрады. Мына тура ортасынан алды. Мына жерден белгілеген жер. Қолды мынаған қазір клейлейміз. Даже байлауға да болады. Байлаған деген кішкене. Қолына тигізіп Жіппен байлауға болады. Клеймен байлауға болады. Жоқ, ақ жіппен. Мына шашты өргенде, мына бұл жерден бастап өргенде. Мына жерден бастап. Бұл аяқ былай ашылып қалмасын, е? Бірінші бастығылан кеткен айтайын. Кимешек те болады, орамал да болады, шап анандай шараны солай істеуге болады. Ана жерде мехтар бар. Мехтар соныдан кейде болып қолдануға. Үкі бар. Бастыны таяққа кигізіп, сосын мына бастың шаш тұратын жерін ғана бетін өлшемейміз, шаш тұратын жерін ғана былай өлшеп аламыз. Мінекей, мынау 7 сантиметр. Міне, артын ғана өлшеп алып көріңдер ма? Өйткені шаш артында ғой. Қыздар, шаш артында. Өлшеуді ғана, міне 7 сантиметрді алдық. Енді мына картонда 7 сантиметрді өлшеп аламыз. Мына жерден бастап мына жерге дейін 7 сантиметр. Соны өлшеп, мынаны айналдырып, толтырып. Жіпті. Жаңа 7 сантиметрге дейін толтырамыз орап.
Одан кейін оны қиып тастап, қиғанда мына үстінен қию керек. Мына өзі қайдан басталды? Сол жақтан. Мен 30 орамал. 30 орам кетеді. Бір шашқа 30 орам кетеді. 12 сантиметр ұзындық. Оны былай кеткен кезде 24 сантиметр болады шаштың ұзындығы. Оны өргенде кішірейіп қалады. Шаш өзі өрген кезде кішірейді ғой. Сонда жаңағы мынаны орап атқанда 30 сантиметр болып, 30 орам болған кезде мына жағынан бітіріп бастырайсыз. Мына жерден. Мына былай орап алдық. Мына оралғаны. Соны енді қалай бұны бір-біріне немен ұстатуға болады? Қалай ойлайсыңдар? Қалай ойлайсыңдар? Қалай біріктіресіңдер енді? Мына енді бір шашты қазір қиған кезде былай кетіп қалады ғой бәрі шашылып. Сондықтан оны немен біріктіреміз? Оны ана матаны алып клейлеп мына жерге жапсыруға болады, а мен мына скотчпен біріктірдім. Мына скотчпен. Бұл өйткені двухсторонний скотч, екі жағында да клейленеді. Мынаны мына жерге дейін 7 сантиметр аласыңдар да, міне былай. сантиметрін алып қайшы. Анан пока бас киімді қоя тұрыңдар, мен айтқан жоқпын. Өйткені қазір кішкентай болса тағы да кесесіңдер матаны да. Сондықтан вот әні кім кеседі ана болса. Енді мынаның мынандай скотчты алдық та, мына жерді. Мынау шашылып қалмас үшін мына клей скотчпен жабыстырып алдық. Одан кейін барып мына клейді былай алып тастаймыз да. Үстіндегі бетіндегі қағазды